Байланыста желаяқ. Бауыржан Момышұлының Кубаға сапары. Бірде мәскеулік «Знамя» журналының тілшісі Куба революциясының көшбасшысы Фидель Кастродан сұхбат алып отырып, Совет еліндегі қандай даңқты батырларды білесіз деп сұрапты. Ол біраз ойланып Василий Чапаев пен Бауыржан Момышұлының аттарын атайды. Журналистер айтпай ма? Бауыржан Момышұл тірі адам ғой. Қалай, сапта жүрген кісі ме? Әлбетте, ол запастағы офицер. Бірақ қатардан қалған жоқ. Қазір Қазақстанда әдебиет майданы деп аталатын салада қызмет етеді. Солай ма? Момышұлының еңбектері біздің әскери училищеде оқытылады. Мысалы, қоршауды бұзып шығу тактикасына байланысты Бауыржан спиралы деген бар. Сөйтсе Бостандық аралының серкесі Бауыржан Момышұлы туралы «Волоколам тас жолы» кітабын қайталап оқып тамсанады екен. Батырды жауынгерлік идеалы санап аталған шығарманың Куба сарбаздарының ең қажетті әскери жабдықтары қатарына кіргізу жөнінде бұйрық шығарыпты. Қысқасы, тірі адам екенін білген соң жаны қалмай Бауыржанды мәртебелі мейман ретінде дереу Кубаға қонаққа шақырады. Бұл 1969 жылдың қыркүйек айында болған оқиға. Сол сәтте Баукең жас Олжан Сүлейменовті алдырып, жағдай осылай. Екеуміз Кубаға бірге барып қайтайық. Адъютантым бол, деп ұсыныс жасаған. Сонда Батыр бір жағынан ақын інісіне мұң шыққандай болып тұлқи отырып, көрдің бе? Мені өз отанымда керек қылмайды. Бас штаб маманы, әскери академияның орденінің профессоры, гвардия полковнигі Бауыржан Момышұлын алады да саптан лақтырып тастайды. Мен жоғарғы білімді әскери адаммын. Әлі кемі 15 жыл қызмет ете алар едім. Тәуір зейнетақы берді. 300 сом тақияға тар келмейді. Бірақ ең топас түрде бұйырды. Көкеңе жағаспа, дыбыр етпей төбеге түкіріп жата бер деді. Қалай ойлайсың? Төбеге түкіру үшін 300 сом жете ме? Білікті офицер үшін жаман ермек жоқ қой, СССР-дің азаматы және адал офицер ретінде бұл жағдайда арма қатты тиеді. Намысым тапталады. Осылай бауырым. Ал айдаладағы кубалық мені пір тұтып аспанға шығарады депті. Сол сапарға қуана барар едім. Бірақ ыңғайы келмеді, деді ақын бізбен әңгімесінде. Сирияға билет алып қойып, ұшқалы отырғанмын. Батыр Кубаға жалғыз аттанды. Бостандық аралының жетекшілері қазақ сарбазын хан көтере құрметтейді. Оны Куба дивизиясының 51-ші полкының құрметті командирі етіп тағайындайды. Кубаның революциялық үкіметі және әскери күштерінің атынан зор ризашылық әйгілі Совет полковнигі Бауыржан Момышұлына деп Рауль Кастро қол қойып, Куба көсемі ұлттық қаһарман Хосе Мартини портретін сыйлайды. Кейін Олжас Куба газеттерінің бірінші бетінде Бауыржан ағасының Кубаға қазақ еліне жалынды сәлемдеп саңқылдап ұшақ трапынан түсіп келе жатқан немесе оның әскери парадты қабылдаған кезі бейнеленген көптеген суреттерді көріп, батыр туралы испан тілінде жазылған мақалаларды оқи отырып, әттең қазақ халқының шырқау биіктігіне көтерілген осы бір керемет сәттеріне куә бола алмағаным-ай деп өкінгенін айтады.